Assalamu алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздерге осындай жаңа узорға қалып жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен осындай узорымызды силикон құюға дайындаймыз. Осындай қалпын жасап, қоршап, жан-жақтарын лепкаспен бітеп шығамыз. Одан кейін осындай азғантай ыдысқа силикон құйып аламыз. 1 килограмм, 1,5 килограмм алынатын қалыптың көлеміне қарай. Сөйтіп 10 грамм қосамыз. Бізде бұл силиконға мен 1 килограмм силиконға 15 грамм отвердитель қостым. Кейде әр силиконда әртүрлі болып жатады. Менде көптеген қателіктер жібердім. Кей силикондарға 15 грамм қоссам, ол аздық қылып, кейін 45-50 граммға шейін қосқан кездерім болған. Көптеген силиконды қалып жасаймын деп, көптеген силиконды жаратпай тастаған кезім болған. Мынау енді барып өзім курсын алып, үйреніп келіп жасаған қалпым. Жалпы бұл негізінде осы видеоны, сіздер көріп отырған видеоны кей жерлерде, кей кісілер, кей азаматтар курс ретінде сатып үйретіп жатады. Мен бұны сіздерге тегін ізденіп жүрген адам болса, осылай қалпын жасап үй салам деген кісілер болса, осылай өзінің үйін жасауына бір пайдасы тисін деген ниетпен салып отырмын.